Барлығына сәлем. Мен көптен бері жоқ болып кеттім өзімнің YouTube әлеуметтік желімнен. Бүгінгі менің бөлісетінім өзімнің алғашқы шет елге шыққан саяхатым туралы және алғашқы рет ағылшын тіліндегі конференцияға қатысуым туралы болады. Бірден спойлер, мен ағылшын тілін өте қатты жақсы білмеймін. Менің ағылшын тілім деңгейі pre-intermediate. Бірақтан соған қарамастан конференцияға қатысып көру мен үшін өте қызық болды. Сол себепті де конференцияға өзімнің жобамды жазып жіберген болатынмын. Әрине қазіргі таңда өте жақсы дамыған переводчиктар бар, ChatGPT бар, сол арқылы перевод жасап алуға болады. Мен базовый сөздер түсінемін, бірақтан ойымды еркін жеткізу, ғылыми түрде жеткізу маған өте қиын. Сол себепті де керемет ағылшын тілін білемін деп айта алмаймын. Бірақтан конференцияға қатысу, жаңа жерді көру мен үшін өте үлкен тәжірибе берді. Жаңа әсерлермен оралдым. Уже бір ай өтіп кетті негізі. Конференция Латвияда болды, Рига қаласында. Медициналық конференция, медициналық университетте болды. Конференция ол мемлекетте жылда өткізіледі сәуір айында. Біздің Қазақстанда да ғылымға байланысты жылда сәуір айында конференциялар өткізіледі, ол жақта да өткізіледі. Кішкене Латвия туралы айтып кететін болсақ, біз онда пересадкамен ұштық Ташкентке, Ташкенттен кейін Латвияға бардық. Латвия Балқан түбегінде орналасқан, сол себепті де ауасы кішкене салқын болды біз барған кезде. Біз сәуір айының соңында бардық. Бірақтан соған қарамастан өте ыстық, керемет жер деп өзім үшін санаймын. Бірінші рет мен үшін үлкен масштабқа шығып отырған болғандықтан Еуропаға шығу. Ол мемлекетке бару үшін ең алдымен виза жасаттық. Шенген визасын, визаны Астанада виза орталығында жасатқан болатынбыз. Бізде басқа университеттен шақырту болғандықтан визаны тез берді. Рига өзі екіге бөлінеді екен, жаңа және ескі Рига деп бөлінеді. Біз қонақ үйде тұрдық, ол жерде біз ескі Ригада, қателеспесем. Ғимараттарының бәрі басқаша стильде жасалынған, бір киноларда қарайтын болса, еуропалық киноларда ол жерде бір ескі ғимараттар, шіркеулер өте көп, және де адамдары да өздері жүрген адамдар, бірақтан бәрі бір туристер ретінде орысша сөйлейтін туристерді және де сол бұрынғы Россиядан келген адамдарды онша қатты жақтыра бермейтіндіктерін байқадық. Орыс тілінде сөйлейтіндерді көп құрметтей бермейді, бірақ өздерінде де орысша сөйлейтіндер бар. Бірақтан көбісі өз тілінде, латыныш тілінде немесе ағылшын тілінде сөйлеседі. Өйткені сол СССР-дің жағдайларына байланысты және де Украинамен де болған жағдайларға байланысты. Және ол мемлекет Украинаның саясатын қолдайтын, яғни мен онша түсінген жоқпын, бірақтан көп Украинаның жалауын өздеріне іліп қойғанын байқасақ болады. Және де басқа да туристер бар. Әр ғимараттары бір тарихи мұражайларға ұқсайды. Үйлерінің өздерінің сырттары да бір басқа ерекше болып жасалған. Мен қазір оған сөзім жетпейді қалай жеткізу керек екендігін. Өйткені менің ол жерге барған кезде миым басқа көздерде әлемді көргендіктен мен үшін бәрі басқаша болды. Бағалары бізге қарағанда кішкене қымбаттау, еуромен есептелетін болғандықтан қонақ үйі несі қымбаттау болды. Бірақтан өте керемет әсерлер алдым. Конференциясының өзінде менде постерлік доклад болды қант диабетіне байланысты. Ақмола облысындағы постерлік докладқа олар сұрақтарын қойды. Мақсаты бұл ненің, қалай болашақта не көресің деген сияқты. Студенттермен таныстым. Студенттері өте жарқын, ашық жарқын, танысудан неден қорқпайтын, ойын бөлісуге дайын студенттер екенін көрдім. Сол қорытындылайтын болсам, қорықпаңыздар,
тіл білмесеңіз де қазіргі переводчик бар, басқа нелер бар, солардың бәрін қолданып конференцияға қатысып көрсеңіз, саяхаттап көруіңізге өте мүмкіндіктер болады. Және де біз Қазақстанға қайтқан кезде Латвиядан біз Турция арқылы ұшқан болатын болыз пересадкамен. Ол тоже өте үлкен, бір күнде біз Турцияны да көріп үлгердік. Яғни білім алу өте көп мүмкіндіктерді беретіндігін тағы бір дәлелдейді.